Норвегия ұлттық құрамасы Алматыға келді. Норвегия ұлттық құрамасының бас бапкері Қазақстан туралы не деді? Эрлинг Холланд және де Мартин Эдегорд не үшін ашулы? Осы және де басқа да жаңалықтарды бүгін біз сіздермен бірге айтатын боламыз. Ал біз кеттік. Еңбегі тең емес, сынақтан да кешуді емес, бәріне керегі хайп маңызды емес, маңызды тыңдармандар, фандарға толы дала, маңызды сендерді тербетіп. 5 қыркүйек күні Қазақстан-Норвегия матч алдындағы пресс-конференция өткен болатын. Және де сол пресс-конференцияда Норвегия ұлттық құрамасының бас бапкері Столь Солбакен сұхбат берген болатын. Столь мырза былай дейді: әрине жол ұзақ болды, айналып келдік, шаршаңқымыз, бірақ амал нешік, ойнаймыз. Қазақстан құрамасын біз соңғы кездері өте жақсы зерттедік. Данияға қарсы керемет камбэгін білеміз. Финляндияға қарсы ойынын көрдік. Және де Евро 2024-ке шығуға керемет мүмкіндігі болды. Бірақ амал нешік, жолдар болмады. Қазақстан құрамасы өте жақсы құрам болып келе жатыр. Ортада Рамазан Оразов атты бір жақсы ойыншысы бар. Ойынның көбін сол жүргізеді деп ойлаймын. Бірақ та бізде сонша жол жүріп келіп жеңісті қолдан беріп қойғымыз келмейді. Бізде жеңіске жеткіміз келеді, деді Столь Солбакен. Ал Эрлинг Холланд АПЛ ойындарынан кейін ұлттық құрамаға келіп қосылды. Бірақ ол шаршаңқы көрінеді. Және де қабағы қатулы. Себебі АПЛ-да және де Лига чемпионовта ойнап жүрген ойыншылар үшін Алматыға және де Қазақстанға келу оңай емес. Дәл сондай жағдай Мартин Эдегорда да бар дейді. Ол қандай мәселе десеңіздер, Қазақстан және де Норвегия арасындағы уақыт плюс 5 сағат, яғни 5 сағат айырмашылық бар деген сөз. Сондықтан да кейбір біздің футболшыларымыз ондай қатты ойын өрнегін көрсетпеуі де мүмкін және де шаршаңқы болып жүруі де мүмкін деп хабарлайды кейбір норвегиялық басылымдар. Әрине мен айтамын, мәселе мәселесімен, бірақ бұл футбол. Біз Еуропаға да жатамыз, сондықтан да амал нешік. Норвегия құрамасы ойнамай не істейді? Оларға да ұпай керек шығар. Сондықтан Норвегия құрамасына сәттілік, ал біздің Қазақстан құрамасына жеңіс тілеймін. Норвегия құрамасын қоя тұрып өзіміздің Қазақстан құрамасына оралайық. Қазақстан құрамасы сапынан ертеңгі Норвегияға қарсы ойынға негізгі екі бірдей ойыншымыз қатыспауы мүмкін. Олар Максим Самородов, Рамазан Оразовтар. Максим Самородовтың жарақаты өте ауыр. Ертең негізгі құрамда бастамауы мүмкін және де ойнамауы да мүмкін. Ал Рамазан Оразов болса кішігірім жарақат алған, бірақ та ойнап қалуы мүмкін, бірақ негізгі құрамда шықпауы да мүмкін деп хабарлайды Черчесов мырза. Ертеңгі Қазақстан және де Норвегия ұлттық құрамасы арасындағы ойынға сіздің болжамыңыз қандай? Комментке жаза кетіңіз.